2024 жылы қазақ елінің біртуар перзенті, Кеңес одағының батыры, тәуелсіз Қазақстанның бірінші қорғаныс министрі болған Сағадат Нұрмағамбетовке 100 жыл толады. Сағадат Нұрмағамбетов 1924 жылы 25 мамырда Ақмола облысы Еңбек ауылында дүниеге келді. 1942 жылы әскер қатарына шақырылып, бірінші Беларусь майданында Солтүстік Кавказ, Украина, Молдавия, Польша, Германия майдандарында соғысқан. 1946 жылы әскери академияны, 1981 жылы бас штаб академиясын бітірді. 1950 және 1989 жылдар аралығында азаматтық қорғаныс штабының бастығы, Орта Азия әскери округі әскерлері бастығының орынбасары, Венгриядағы оңтүстік әскер тобы бастығының бірінші орынбасары болып қызметтерін атқарды. 1990 жылдан бастап Қазақстан Республикасының соғыс, еңбек және қарулы күштері ардагерлері кеңесінің төрағасы. 1991-92 жылдары Қазақ КСР мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы. Ал 1992-95 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі, армия генералы. 1996 жылы Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі болып қызмет атқарды. Сағадат Нұрмағамбетов КСРО, Ресей, Украина, басқа да мемлекеттердің ордендерімен марапатталған. Армия генералы, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы болған Сағадат Нұрмағамбетов Алматы, Астана, Донецк қалаларының, сондай-ақ Ақмола облысы Ақкөл ауданының құрметті азаматы. 2016 жылы 25 мамыр күні Ақкөл қаласының Сағадат Нұрмағамбетов атындағы орталық көшесінде батыр оқыған мектеп ғимаратының жанында қола мүсін орнатылды. Бюсттің авторы және сомдаушысы Көкшетау қаласының тумасы Абенов Ринат Жантөреұлы. Әскери салаға өмірін арнаған ұлт мақтанышы Нұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлы ел есінде мәңгілік сақталмақ.